Енді қай уақытта бізде жел шығу қалыпты? Тұрсаңыз да жел шығу қалыпсыз. Постоянно жыныстық қатынас кезде осыдан жел шығу бұл қалыпсыз. Мынау бос деген сөз. Бос. Ол жиналмайды да, ол созылмайды да, ол кең жүзді қалып кеткен болды. Сізде анемия бар, сізде D3 витамины жетіспейді, сізде цинк жетіспейді, түшкіргенде күлгенде жіберіп қою содан бөлек. И то сізде разрыв болған болуы мүмкін. Ассаламу алейкум, қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен керемет жаңалық, даже керемет тақырып, да, қынаптан жел шығу, да. Осы тақырыпты естіп күлкім келе береді, себебі бір күні стори жүргізетін бір қызым бар, Алтынай деген баттаңыз білсеңіздер. И жаңағыда тақырып эфир өтейік дейді, хорошо эфир кешке болады, әдемі эфир тақырып қойыңыз десем, қынаппен осыру деп жазып қойғанда. Сол себептен сіздермен бүгінгі тақырып өкінішке орай қынаппен осыру да. Әрине бұл бір жел, иә. Бұл нәрсе на самом деле жағымсыз, өте әйелдер үшін даже кішік мини стресс деп айтуға болады, особенно жыныстық қатынас кезінде бұл жағдай болатын болса, егер біле білсеңіздер, иногда бұл даже норма. Представляете, да? Но сондай нәрсе болу керек, яғни тесік тұрған жердің бәрінен грубо айтқанда жел шығу керек, да. Ендеше бұдан қалай құтыламыз, қай уақытта шығады, қай кезде қалыпты, қай жерде қалыпсыз, да, осы туралы толық айтатын боламыз иншалла алдағы уақытта. Сіздерден лайк, комментарий және де маған керемет отзывтарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Уведомление қойып қойыңыз менің видеомды көру үшін, және де дәл осындай проблема қандай құрбыңызда болып жүр, солармен бөлісіңіз, себебі біле жүрген абзалырақ өз ішінде, иә. Ендеше, мынау біздің қынабымыз, да, бұл қынаптың ішіне не тұр? Қарасаңыздар, мынау тұрған бұл бүрлі қабаттары тұр, иә? Бүрлі қабат деген сөз, былайынан как пакет ұстап, сөбірінде жиырылып қалған, иә? Яғни бұл жыныстық қатынас кездеседі, жыныстық қатынас былайынан жайылады, қайтадан бұрылып қалады. Қайтадан жайылады, қайтадан бұрылып қалады, иә? И босанған әйелдер неседі, бұл созылады, қайтадан бұрылып жағасынан қосылып қалады, иә? Яғни бұл не? Бұл эластичный, бұл созылып, қайтадан қалпына келетін синтетика сияқты бывает, иногда бір матаны былай созылып, турасында жүріп қалсаң қайтадан фу қалпына келіп қалады, да? Как резина, да? Тура солайынан біздің қынап қалыпқа келіп отырады, иә? Міне. И сол бүдірлі қабаттар, мына отырған әрбір бүдірлі қабаттардың арасында, и сонымен бірге біздің жатыр мойны бар. Жатыр мойны дәл үстіп, нерде тура болып, бізде мына жатыр мойның жанынан қынап кеткен жоқ. Яғни не? Мына біздің жатыр мойнымыз болса, қынап бұны осылайынан қоршап тұр. Міне, көрдіңіз ба? Осылайынан қоршап тұр. Значит, мына жер мен мына жердің арасында не бар? Тоже жел жиналып қалуы мүмкін. Түсінікті ме? Енді қай уақытта бізде жел шығу қалыпты? Егер сізде етеккір уақыты болатын болса, етеккір кезінде себебінде жатыр ісінеді, шейкалар тоже жатыр мойны тоже ісінеді, қынап өзінің кеңдігін береді. Сол кезде бізде жел шығуы мүмкін. Особенно мұны жас қыздар, тұрмысқа шыққан қыздар айтады, мен тұрмысқа шықпай қалсам да все равно менде осындай нәрсе болады, да. Вот не үшін? Потому что осы процесс кезінде өздігінен, как физиология, да, табиғат заңдылығына байланысты ол жерде содан жел жиналуы мүмкін. Себебі ісінді, жаңағы нелер кетті, қандар кетті, и мына нәрсе қайтадан жиырылып қалды. Жиырылып қалған кезде жерде ауа қалып кетеді, и сол қалған ауа жаңағыдай сыртқа қарай шығады. Вот сол себептен бұл жағдайда болу қалыпты. Екіншіден, босанған әйелдерде 40 күнге дейін осынан жел шығуы мүмкін. Себебі өзінің нормасына келгенге дейін, яғни қалыпты жағдайға восстановление дейміз, деп айтқандай, қалыпты жағдайына келгенге дейін осындай нәрсе болуы мүмкін. Бұл да бізде қалыпты. Қай уақытта қалыпсыз? Бұл басымнан бізде қоятындар, мен намаз оқиын деп жатқан кезде менде жел шығып кетеді. Сәждеге барғанда, да, яғни бұл шайтан өзі білақтан, әрине біріншіден. Екіншіден бұл қалыпсыз. Отырсаңыз да, тұрсаңыз да жел шығу қалыпсыз. Постоянно жыныстық қатынас кезде осыдан жел шығу, бұл қалыпсыз. Сізде всегда дискомфорт болады. Кішкене сәл жүгіріп қалдыңыз, все, да, мұрным қыш кетті ғой. Сәл жүгіріп қалдыңыз, все, сразу жел шығады. Бұл да бізде қалыпсыз. Яғни не? Мынау бос деген сөз. Бос. Ол жиналмайды да, ол созылмайды да, ол кең жүзді қалып кеткен болды. Все, ауа так-так кіреді, шығады. Особенно бұндай елдер бүйтіп айтуға болады. Когда далаға шығасыз ғой, шыққан кезде далада 30 градус аяз болса, сіз бірінші мұрын, ауыз, көзіңізбен емес, бірінші қынабыңызбен сезесіз, далада күннің аяз болып тұрғанын. Мен особенно солай айтамын, себебі ол жақта тауы кең болғандықтан сырттағы ауаны бірінші сол жақтан сезеді. Сразу біліп тұрады қалады суық, күн суық екенінде өкінішке орай әрине. Но себебі бұны мен айтушы едім, бұл әйел өзіне қарамайды деп.
деген сөз. Әйел өзін жақсы көрмейді, өзінің денсаулығын күтпейді, оған уақыт жоқ, өзіне уақыт бөлуге оның уақыты жоқ. Оның уақыты бар, балаларына уақыт бөлуге, отбасына уақыт бөлуге, үйдің жұмысына, өзінің жұмысына уақыт бар. Телефон шұқылауға, Инстаграм көруге, именно осы эфирді көруге оның уақыты бар. Ал өзін емдеуге, өзін бағалауға, өзінің денсаулығын күтуге оның уақыты жоқ. Значит, бұндай әйелдер өзін бағаламайтын әйелдер дейміз. Бұл на самом деле шындық, өкінішке орай, бұны мойындау керек. Біздің мына жерде гордынямыз төгіп тұрып қалды. Не айтып тұрсың сен маған, сен жаппарына дейтін. На самом деле бұл шындық, өкінішке орай, ащы шындық. Шындық солай ащы болады. Сондықтан денсаулықты күтіңіз. Мен всегда айтамын бұны әйелдерге, денсаулығыңызды қазір сіз күтпесеңіз, сіздің денсаулығыңыз ертең біреу барып күтпейді. Сіздің балаңызды барып ойбай, мама сен ауырып қалыпсың ғой демейді сізге. Сіз қазір деніңіз сау кезде бәріне керекпіз, өкінішке орай. Одан сіз өзіңіз күте бастау керексіз. Бұл не деген сөз? Бұл қынап өте кең, өте әлсіз, ол жерде қан айналым жоқ, яғни сізде анемия бар, сізде D3 витамині жетіспейді, сізде цинк жетіспейді, сізде В5 витамині жетіспейді, сізде селен жетіспейді, сізде вообще дым жоқ деген сіз шындығын айтқанда. Сізде еще пайда болады түшкіргенде, күлгенде жіберіп қою, содан бөлек. И то сізде разрыв болған болуы мүмкін, разрывты сізге тігіп берген, но все равно ол ажырап кеткен, либо вообще тікпей қап кеткен, ондай нәрселерді бізде өте көп, либо өздері кесті, содан кейін өтірік бұрап тіге салып тегізіп. Яғни бұл қынаптағы стресс жағдай. Бұл айтқанда, яғни қынаптағы травмалар, мини травманы, солардың барлығы өкінішке орай осы бір жел шығуға әсер етеді. Назандарге қиын, бұны тренажер жеңе ма деп сұрайтындар бар. Тренажер маған қатып тұрған жоқ, шын айтамын. Әр деңгейінде бір мұсырды алып қынапқа сала бермеңіздер. Тренажер вообще сізге керек емес. Не істейсіз? Элементарны кегел жаттығуын жасайсыз, қанша көп, сонша жақсы. Бастапқы уақытта бір ай бойында жаттығу барысында сізде жел шығуы мүмкін, но потом ол жайлап таусылады. Екіншіден, сізге мен ұсынамын, қазір таңда шығып жатқан бұл плазмалифтинг немесе PRP, кортексил деген нәрсе қолдануды. Бұны не обязательно, что тек қана келіп менен алуда, жоқ. Сіздің жергілікті жеріңізде егер гинекологы жасайтын болса, мүмкіндігінше сол кісіге, мүмкіндігінше опытный кісіге, яғни бұрын жасап көрген, істей алатын, білетін адамға әрине барғандарыңыз абзалырақ. Себебі оны қынаптың осы эластикалық қабатына және де точкасына салса, ол міндетті түрде әсер етеді. Бірақ қосымша сіз витаминдеріңізді міндетті түрде ішу керексіз. Сондықтан и все равно на всю жизнь жаттығуыңызды жасайсыз. Сонда ғана сізде бұл жел шығудан құтыла аласыз. Бұл мини стресс максималды сізде бір ай, 2 айға ғана көмектеседі. Ары қарай уже сіз жеңесіз дегенсіз. Сол себептен егер сіз қалыпты қынап, әдемі әйел, нәзік әйел болғыңыз келетін болса, онда сіз қынап зерттеп басу керек. Себебі біз сол қынабымыз, сол жатырымыз болғаны үшін ғана біз әйеліміз. Сондықтан сол әйел екенімізді ұмытпау керекпіз. Ал бала туу, мен кесір тілігімен босандым, менде нәрсе жоқ деген нәрсе ол өтірік. На самом деле босанбаған әйелде де ол нәрсе болуы мүмкін. Даже тұрмысқа шықпаған қызда да сол нәрсе болуы мүмкін. Себебі ол қынаптың әлсіздігінен болатын дүние. Қан айналым ол жаққа дұрыс бармайды, жетпейді, бәрі аз деген сөз. Сол себептен дұрыс түсіндіңіздер деген ойдамын. Егерде жаттығулар қандай қалай болатын болса, сіздерге берілетін бұл кегел секундамент жаттығуы, там екінші посада жаттығулар сізге ең бірінші орында керек, және де танцушая, мен оны айтам, қазақша айтқанда билейтін қынапта, или болса девяткада болмаса, вот девятка жаттығуын жасауыңыз керек. Бұл жаттығулар өкінішке орай менде тегін берілмейді, себебі бұл инбилдинг марафонда беріледі, соған қатысып алсаңыздар болады жаттығуды, но результат болатынына мен сөзсіз сенемін, себебі өзімді жасап көргенмін, басқалардан нәтиже өте көп көргенмін. Ақпарат түсінікті болды деген ойдамын. Сіздермен бірге болған доктор Сейт Жаппарова. Қосымша ақпараттар керек болса, менің Instagram парақшама тіркелсеңіздер болады, себебі сол жерде жиі осы сұрақтар туралы қойылады және соған жауаптар айтылады. Ендеше барлықтарыңызға үлкен рахмет. Алла сіздерге разы болсын.